Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жамағат, баршаларыңызға бүгінгі қасиетті жұма мұбарак болсын. Бүгін біздің Нұр Астана мешіті, яғни Қазақстан мұсылмандардың діни басқармасы, насихат және қоғаммен байланыс бөлімі, әйел қыздар секторы, Нұр Астана мешітінің жібек қыз келіншектер клубының ұйымдастыруымен бүгін мәйітті жуу және мәйітті кебіндеу тақырыбындағы семинар тренингімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Әр адамның ажалы келген кезде дүниеден өтетіні хақ. Олай болса, бүгінгі ең бірінші біздің өтетін сабағымызда, яғни тренингімізда бірінші мәйітті жуындыруын өтеміз. Одан кейін қалай кебіндеу керек, маталары, оның арнайы есімдері бар, соның барлығын сіздерге ашықтап түсіндіретін боламын. Мүмкін болса түртіп отырсаңыздар болады. Ең бірінші енді мәйіт жайында, жалпы мәйітті жуындыру жайында мәлімет айтатын болсақ, мәйітті жуындыру әрбір қоғамдағы, әрбір мекендегі, ауылдағы, немесе қаладағы әрбір мұсылманға ол фарыз кифая болып саналады. Фарыз кифая дегеніміз ашықтамасы, қандай да бір қоғамда бірнеше мұсылман адамдар ол нәрсені орындайтын болса, бүкіл мұсылмандардың мойнынан ол фарыз кифая яғни түседі. Қандай да бір ауылда адам қайтыс болатын болса, әйел адам, сол әйел адамды жаназасына немесе жаңағы жуындыруына, жалпы осы жаңағы жуынуға кірген кезде жаназасына бірнеше мұсылман, бүкіл ауыл қатыспаса да бірнеше мұсылман адамдар қатысатын болса, сол ауылдағы барша мұсылмандардың мойнынан бұл фарз кифая түседі. Мәйітті бірнеше адаммен жуу сүннет болып саналады. Бұл мәйітті жалпы жуу Адам алейхиссаламнан бері қарай келе жатқан тәртіп, заңдылық. Адам алейхиссалам дүниеден өткен кезде періштелер жуды. Яғни мәйітін, Адам алейхиссаламның мәйітін періштелер жуындырды. Періштелер Адам алейхиссаламды жуындырғаннан кейін барып, баласына айтады: осы өлген адамның жаңағы жуындыруы сендерге ол әрі қарай жалғастыратын бір іс дейді. Яғни сүннет амал дейді. Олай болса, бірінші шарты. Енді мәйіттің жуудың шарттарына келетін болсақ, ең бірінші 4 шарты болады, яғни 4 нәрсе болуы тиіс. Ол ең бірінші мәйіт мұсылман болу керек. Яғни мәйітіміз бізде мұсылман болу керек. Одан кейін барып өлі туылмау керек. Яғни кішкентай нәресте дүниеге келген кезде өлі болып туылатын болса, ол жуылмай, жаназасы шығарылмайды. Ал егер шырылдап даусы шығатын болса, ол мәйітті жуынып, кебіндеп, яғни жаназасын шығарамыз. Бұл екінші шарттың тиісті болу дүниесі. Үшіншісі, мәйіттің, яғни қандай да бір мәйіттің бас, бөлік, жарты денесі, немесе денесінен көп, жарты денесінің көпшілігі болуы шарт. Егер де басы болмайтын болса, ол жаңағы неге мәйітті жуындыруға жатпайды. Бас міндетті түрде болуы шарт. Одан кейін төртінші, марқұмның шахид болмауы. Шахид деген сөзді білесіздер, ашықтап кетейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Ухуд тауында, яғни Ухуд соғысын білесіздер ғой. Ухуд соғысында қайтыс болған сахабаларды тиістірмеген. Яғни олар қайтыс болған, шахид болған, Ухуд соғысында қайтқан сахабалар, яғни Ухуд соғысында қайтқан адамдардың денелері сол қалай қан күйінде дүниеден өткен болса, сол қан күйінде жерленеді. Яғни олардың қан жуып шаймау керек. Осы 4 шарт міндетті түрде болуы тиіс. Одан кейінгі мәйіттің әурет жеріне қарамау. Яғни біз қазір енді манекен болғаннан кейін, бұл жерде енді көкірек, кішкене енді әдепке сай емес жерлер болғандықтан жауып қойдық. Бірақ дегенмен де мәйітті жуған кезде ер азамат, әйел азамат болсын, қандай болса да, мына кіндікпен тізеге дейін, яғни жабық болу керек. Оны жуып жатқан кезде, мысалы, сіз қолыңыздың астымен былай қарамай жуу керексіз. Ол өлі адам, яғни қайтыс болған адам болса да, біз жаңағыдай көзімізді ол кісілердің әурет жерлеріне көзімізді түсірмеу керекпіз. Егер де біз қарап жаңағыдай бір сондай ой болып, қызығушылық болып, не болды екен деген сондай бір мақсатпен қарайтын болсақ, ол өзі бізге не болады? Харам болады. Яғни тірі адамның бір бейнесіне қараған болып саналады. Сондықтан ер азамат болсын, әйел азамат болсын, мәйітке кірген жағдайда
және ер адам болсын, әйел адам болсын, мәйітті жуған кезде оның әурет жерлеріне қарау харам болғандықтан бұған мұсылман мүмин үшін тыйым салынады. Одан кейін ер адам мен әйел адамның жууы. Енді егер де мұсылман ер, мұсылман әйел адам бір отбасындағы делік, әйел адам егер күйеуінен бұрын дүниеден өтіп кететін болса, онда ер азаматы оның сүйегіне кіріп мәйітін жуа алмайды. Егер де мұсылман отбасы әйелі бірінші дүниеден өтіп кететін болса, онда не істейді? Ер азаматы оның сүйегін жууға кіре алмайды. Керісінше, ер адам дүниеден өтіп кететін болса, онда әйел адам кіріп жуа алады. Ер адам дүниеден өтіп кететін болса, әйел адам кіріп жуа алады. Не үшін? Өйткені, мысалы, ер адам ол қайтқаннан кейін әйел адам идда уақытында отырады. Идда уақыты дегеніміз 4 ай 10 күн. 4 ай 10 күн, яғни жаңағы идда уақыты біткенше әйел адам шықпайды. Яғни ол әлі күнге дейін күйеуі қайтыс болып кетсе де, оған адал болып саналады. 4 ай 10 күнді толығымен күткенше жаңағыдай күтеді. Сондықтан ол әйел адам ер азаматына кіріп, басқа ешқандай ағайын туысқан бауырларын кіргізбей, бір өзі әйел адам кіріп, жаңағыдай жуындырып шықса болады. Одан кейін барып сүйекті жаңаға көтеріп, кебіндеу кезде көмекші ер азаматтар жаңа ауыр болғандықтан кірсе болады. Яғни ғұсылдан бұрын мәйітке дәрет алдыру. Әйелі, мысал біз бірінші кәдімгі намазға тұрған кезде өзіміз қолымыз жуып, аузымызбен, мұрнымызбен дәрет ала береміз, Қайтқан адам енді ол қолымен жұмыс істей алмағандықтан, ең бірінші оған жаңағыдай шүберек, міндетті түрде жуған кезде шүберекпен біз ораймыз қолымызды, немесе медициналық жаңағы қолғаптар бар ғой, соны киіп аламыз. Өйткені мына мәйіттің денесіне мына жалаңаш қолуымыз тимеу керек. Сол үшін жаңағы мына кебінен қалған маталарға, немесе жаңа медициналық қолғаптарды киіп алып жуу керек болады. Енді бұл жерде мұрынға қайтқан адамның мысалы көрсете берсем болады. Қайтқан адамның мұрнына, жаңадай аузына, көзіне су кіріп кетпеу үшін біз жаңағы нені алып, трәпкіні немесе жаңағыдай қолғапты кигеннен кейін трәпкіні алып, екі ұссы саусақ дейді, яғни жаңағы аузына кіргізіп, мына оңынан солға қарай үстіңгі еттерін тазалап шығамыз. Желкенбей, қорықпай, жаңағыдай нені кигеннен кейін трәпкімен дымқылдап, үстіңгі ек және астыңғы ектерді түгелмен жуып шығамыз. Одан кейін барып, мұрны, оң және сол мұрнына мәсіх тартамыз, яғни ішіне жаңа матаны дымқылдатып, сүртіп шығамыз. Міне осылай ең бірінші дәрет алып алу керек болады. Дәрет алған кезде ең бірінші аузымен мұрнын жуу керек болады, сол саусағымен. Бұлай істеу бізде мұстахаб амал болып саналады, яғни жақсы амал болып саналады. Одан кейін тағы бір нәрсеге мән беру керек, мәйітті кем дегенде 3 қайтара жуу керек біз. Яғни бірінші жуып шығамыз, сабынмен, кәдімгідей әртүрлі жаңағы үстегі ластық нәрселерді кетіру үшін. Егер қатты лас болатын болса, 1-2 рет сабынмен жуамыз, одан кейін 3-ші таза сумен шаямыз. Бұл жерде ескертетін нәрсе 3 рет жуылу керек. Егер де 3-тен аз, немесе 3-тен көп болатын болса, бұл болмайды. Сол себепті 3 рет жуу керекпіз, сосын тақ болу керек саны. Егер 3 рет жуып, 4-ші рет тағы да шайып қоятын болсақ, онда 5-ші рет тағы 1 рет қосымша шаямыз. Түсіндік қой, негізгі мәйіттің жуы 3 рет жуылады. 3-тен аз, немесе көп те жуылмау керек. Егер байқаусыздан жаңағыдай немесе бір жерлер таза болмай 4-ші рет шаятын болсаңыз, мәйіттің сүйегін, онда 5-ші рет тақ қылып, тағы қосымша 5 рет толығымен жаю керек болады. Одан кейінгі тағы шартында иіс майымен себу. Иіс май дейді, яғни жуындырып болғаннан кейін 3-ші рет жуып атқан кезде суымызға қандай да бір әтірлер, немесе жаңағы майлар болады ғой, алкоголисіз дейміз, ішінде спирті жоқ, сондай майларды, суларды әдемілеп ішіне жаңағыдай нетіп, құйып, сол сумен, әтірмен әдемілеп ішіне құйып жуып шықсақ болады. Мәйітті жуған кезде суымыз жылы болу керек. Өйткені ғұламалар
мәйіттің суын жуған кезде жылы сумен жуу керек дейді. Яғни қаты тастай су немесе суық, мысалы қыстың кезінде ауылда немесе тағы бір жағдай болмаған жағдайда салқын сумен, енді ол жаңағы қайтып кеткен адам ғой деп мынандай мән бермей бейжай қарауға болмайды. Яғни толығымен суды қарап көресіз, су жылы бір жақсы температурада болған кезде жаңағы мәйітті толығымен жуып шығасыздар. Одан кейін мәйітті қандай адам жуу керек болады? Мәйітті әдепті және тақуа адам жуған мұстахаб болып саналады. Одан кейін мәйітті жуған кезде бір ескеретін нәрсе, ол әйелдің қандай да бір кемшілігін айтпау керек болады. Бұған байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар, Ибн Мажадан жеткен. Кімде кім дейді, жаңағы мәйітке қатысқан адам аманатты орындаса, яғни мәйітті жуған адам аманатты орындаса, және оның қандай да бір жерінде айыбы бар, соны ешкімге айтпай аманаттап шыққан адам, ол анасынан жаңа туылған сәби сияқты тап-таза болып шығады дейді. Ойлаңыздаршы, бұл Ибн Мажадан жеткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі. Кім мәйіт жууға кіріп аманатты орындайтын болса, яғни мәйітті жуып шығатын болса, және аманатты орындайтын болса, және қандай да бір мәйіт, яғни сүйектегі адамның бойындағы кемшілігін аманатты ешкімге айтпайтын болса, ол адам анасынан жаңа туылған таза күйіндегі сәбидің деңгейіндей болады дейді. Сондықтан мүмкіндігінше мәйітке, егерде анамыз қайтыс болатын болса дүниеден, мысал ретінде айтайық, онда өзінің қыздары, өзінің бауырлары кірген жақсы, яғни сіңілісі, әпкесі. Мысалы көпшілік жерде мысалы құдағиларын кіргізіп жатады, әулеттегі үлкен кісілерді кіргізіп жатады, көршілерді кіргізіп жатады, сондай сырттағы адамдарды кіргізеді, яғни. Сондықтан егерде жақын адамдар дүниеден өтетін болса, мысалы әпкесі, сіңілісі, анасы тағы басқа, ондай кезде қызы қайтыс болған кезде анасы кірген дұрысырақ болады. Немесе өзінің апа сіңілері, бауырлары кірген дұрыс болады, бірақ сырттағы адам емес. Өйткені сырттағы адам, мысалы, мәйіттің ішіне кіріп көрді, мәйіттің қандай да бір үстіңгі жағында, немесе аяғының бір жерінде қал болатын болса, немесе жаңағы операциялық оталардан өткен кесілген дүние болатын болса, көгерген дүние болатын болса, пәленшенің мәйітіне кіріп едім, осындай бір кемшіліктері бар екен деп, оны ауылдың әйелдеріне, немесе көрші көлемнің шайдың, тамақтың үстінде әңгіме қылып, мәйіттің үстіндегі кемшілігін сөгу, бұл мүлдем қарамайды. Бұдан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тыйған, яғни мәйітке жасалу макрух заттар, яғни макрух дүниелер, бұлар мәйітке, яғни мәйіттің қандай да бір шашы тараған кезде, немесе тырнағын алып, немесе жаңағыдай алып тастауға, тарауға болмайды. Мәйіт қандай күйде дүниеден өтті, сол күйінде біз, яғни жер қойнауына тапсыру керекпіз. Шашын тарап, немесе кішкене қиып, немесе жаңағыдай қандай да бір тырнақтарын, басқа бір түктерін, қол асты жаңағы күн түспейтін жерлер, түктер, оларды қырып тазалап ешқандай нәрсе жасалмауы керек. Қандай күйінде көз жұмды, сол күйінде жуындырып кебіндеуіміз қажет болады. Енді жуынуға тоқталатын болсақ, кебіндеместен бұрын көкірек, яғни иықтан тізеге дейін біз мата жайып тастаймыз. Неге? Себебі әйел адамның білесіздер әуреті, кеудеден тізеге дейін әурет болып саналады. Сондықтан қыз балалардың арасында бір-бірінде жаңағыдай ішкі киіммен олай ашық-шашық жүруге болмайды, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан мәйітті қойғаннан кейін жылы суымызды дайындап алдық, сабын суымызды жанымызға келіп алдық. Егерде бір адамға қиын болатын болса, қасына көтеріскенге, суын бергенге, жаңа қолының қолбаған ауыстырып тұрғанға көмекші адам болған дұрыс болады. Енді кеудесіне дейін осылай матаны мысалы жауып тастадық. Манекен болғаннан кейін өзінің несі осылай екен, аяғы көтеріп тұрады. Сондықтан ай өтпесе жалпы көлеміне мән беріңіздер, жарай ма? Мінекей, мысалы, кеуде мен тізеге дейін матаны бірінші жауып тастадық. Одан кейін мынандай матаны аламыз біз. Осындай матаны алғаннан кейін қолымызға ораймыз. Қазіргі кезде медициналық қолғап бар, сондықтан сол қолғапты кигеннен кейін барып шүберекті емін-еркін алсақ болады. Осылай алды, осылай бірнешеуін дайындап тұру керек болады. Мінекей, қолды осылай дайындап алдық, қолғабымыз бар, немесе осылай шүберекпен, болмаған жағдайда. Осылай алдық, суды шүберегімізге дымқылдатып алғаннан кейін, бисмилля деп, сол қолымызбен, яғни қазір мен ыңғайлы болғасын оң қолымыз, сол қолымызбен бірінші төмен жағын жуамыз.
Төмен жағын былай қарап, немесе былай нетуге болмайды. Жай ғана өзіңіз ішін жаймен басып тұрып, былай астыңғы жағын түгел жуып шығасыз. Алдын артын толығымен жуып шығасыз сол қолмен. Одан кейін жуып шыққаннан кейін енді әртүрлі нәрселер болуы мүмкін. Сондықтан жаңағыдай оның таза сіз жудыңыз ба, жоқ бәлкім күмән бар ма қалып қалған, сол үшін тряпканы астына салып, толығымен бастан аяқ, яғни әурет жердің толығымен сүртіп, яғни өздеріңіз қарайсыздар. Қарағаннан кейін егер лас болса, бірнеше рет осының астынан жуа бересіздер. Бұны жуып болғаннан кейін қолбақ міндетті түрде ауыстырылады. Негізі түсінесіздер ғой, екі қолбақ киілу керек. Маған қазір ыңғайсыз болғаннан кейін бір оң ғана кидім, бірақ оң қолда және сол қолда болу керек болады. Так, енді төмен жақты біттік. Төмен жақты біттік. Енді бас жағына келеміз. Бас жағына келген кезде ең бірінші жаңа айттым, екі саусақты алып, арнайы мұрынға, ауызға бөлек-бөлек тряпканы қоямыз. Мысалы, ауызға мынаны бірнеше рет саусақпен орап алдық та, алғаннан кейін ең бірінші ол кісінің аузының ішіне саламыз қолымызды. Яғни салғаннан кейін оның сол қарай түгел етін жуу керек болады. Желкенбеу керек, яғни үрейленіп, қорқақтанып, тек бер жағын ғана жуып тастамау керек. Кәдімгідей тісі енді протез болса алынады ғой, жалпы ектерді, еттерін, үстіңгі және астыңғы мына тілдерінің астын бірнеше рет. Егер қандай да бір қан, сары, ірің сияқты тағы бір нәрселер болса, тряпка тазарғанша бірнеше рет тазалап аласыздар. Одан кейін оны лақтырдыңыз, өйткені ол лас болды. Ары қарай бізде мұрын. Мұрында, яғни тура сол сияқты саусаққа нетеміз, дымқыл әрқайсысын суға жаңағыдай жуып, дымқылдатып отырамыз тряпкілерімізді, сүрткіштерімізді. Сосын оң мұрынға мәсіх, яғни ішінен, өйткені су құюға болмайды. Оң және сол жағынан не істейміз? Мұрын тазалаймыз. Ауыз, мұрын, одан кейін барып, так, мынау тасталды. Одан кейін құлақ. Құлақты да бірінші оң жағын жуамыз, одан кейін сол жағын. Ішіне қарай қолды саусақпен кіргізіп, айналасы, сосын жаңағы мынандай нелер бар ғой, жандары. Соның барлығымен былай толық астына дейін түгел сырға болған не болған болатын болса, солардың орындарын жаңағыдай барлығын сырға бәрі алынады, бірақ дегенмен де тесіктерін бәрін айналасын түгел екі жағын жууымыз қажет болады. Одан кейін барып шашын жуасыздар, яғни басын жуған кезде жаңа айттым, тарауға болмайды. Басты тараған кезде, жуған кезде жуып, сосын екіге бөліп, екі жағынан бұлай шаш бірдеңені тартып алмау үшін кішкене мұқият болу керек болады. Өзінің ретімен, өзінің несімен алға қарай, артқа қарай жаңағыдай тартып жуып алмайтындай қылып жуып, кәдімгідей шампундап, кәдімгі басты қалай жуамыз әдеттегідей, дәл солай жуып бірнеше рет, одан кейін барып сабынмен, несімен жуып, суымен шайып тазалап тастаймыз. Одан кейін ол жуылған тряпкілердің барлығын бөлек тастай бересіздер. Одан кейін барып жаңа немен қолғамызды ауыстырып отырамыз, кезек-кезек екеуін. Ең бірінші мәйіттің оң жағынан бастаймыз. Так, енді оң жақ болғанда мына кісінікі мына жағынан болып тұр, сондықтан ар жағынан шыға алмайтын болғаныңнан жалпы былай көрсетейін. Ең бірінші оң жағымен жуған кезде сіздер оны оң жағымен жуу үшін оны сол жағына қарай не істеу керек болады? Аудару керек болады. Мысалы, жай ғана, енді мен сіздерге мына арт жағы не болмау үшін көрсетіп жіберейін. Мәйіт болатын болса, мәйітті аударасыздар. Сол жақ береген алдында оң жағы үстінде болады. Ең бірінші, яғни біз оң жақтан ғұсыл қойған кезде оң жақтан бастаймыз. Бісмилля, мына арт жағын былай жауып қояйын. Мінекей, яғни әурет жері жауап болады арт жағында. Осылай оң жағынан жатқызғаннан кейін бірінші оң жағынан су ағызамыз. Су ағызған кезде, енді қараңыздар, артына су толығымен бармайды ғой деп, мәйітті екпетінен жатқызуға болмайды. Бұлайнан не істеуге болмайды? Бұлай мәйіт жабататын болсақ, бізде үлкен қателік болады. Сол үшін тек қана қырынан, оң қырынан ғана қоямыз. Одан кейін барып, мінекей бастан аяқ, яғни қолымен бүксеге дейін, аяққа дейін бірінші оң жағымен 3 рет жуып шығамыз. Сумен өтіп шығамыз. Одан кейін барып, қайтадан кері жатқызамыз да. Жатқызып болғаннан кейін, енді қараңыздар, мынау манекен бізде қатып тұрғаннан кейін, негізгі оң жақты жуып болып жатқызғаннан кейін барып, мәйітті біз отырғызу керекпіз, яғни сүйендіру керекпіз. Сүйенуді білесіздер ғой, сүйеніп былай отыру. Сүйендіресіздер де, сүйендіргеннен кейін былай отырғызасыздар. Мысалы, міне отырғыздық дейік. Көмекшілер ұстап тұрады, отырғаннан кейін барып, оң қолмен ішін сипайсыздар. Ішін сипап, сосын басасыздар.
Өйткені мына мәйіт жатады ғой, жуындырып жаңа ең бірінші төмен әуре жақты жудық. Мәйітті тұрғызып отырғызған кезде былай, ол іш қысылады бізде. Іш қысылғаннан кейін, яғни қандай да бір истинжа жасау дейміз ғой, қандай да бір ластықты іштегі тазалау. Яғни астындағы нәрселердің барлығы төмен қарай ағылады. Отырғызып, ішін сипап, ішін басасыздар. Отырған күйінде. Басасыздар да, сосын таза трәпкімен аласыздар да, астыңғы жағын былай көресіздер сүртіп. Егер қалған нәрсе болатын болса, онда астыңғы жағын шайып жуып жібересіздер. Содан кейін қайтадан ішін сипап, қайтадан жуып көресіздер. Уже таза болатын болса, егер жуып болғаннан кейін таза болатын болса, ондай кезде қайтадан мәйітті не істейміз? Жатқызамыз. Жатқызғаннан кейін барып, қайтадан сол жағына, яғни оң жақ бүйрегіне жатқызып, солға қарай не істейміз? Жатқызамыз қырынан. Бұл жақта да тоже жаңағыдай әурет жері жабық болады. Одан кейін сол жағынан оң жағына қарай не істейміз? Су құйып шығамыз. Яғни оң жағы бірінші шайылады, екпейтінен жатқызбаймыз. Отырғызып, ішін сипап, истинжа жасаймыз, яғни тазартамыз іштегі қалған нәрстерді. Одан кейін шайып тазаланғаннан кейін жатқызып, қайтадан істейміз, оң жақ бүйрегімен жаңағыдай сол жағына қарай бұрылтып жатқызамыз. Сол жағына жатқаннан кейін тағы да бастан солға қарай, яғни қолы көтересіздер қолдарын. Барлығын не істейміз? Жуамыз кәдімгі. Трәпкіні тазартып отырамыз әлсін-әлсін. Одан кейін не істейміз? Барлығын түгел дымқыл трәпкімен денелерін жуып болғаннан кейін сол жағын тағы да аяғына дейін суды құйып шығамыз. Осылай суды қимас бұрын, яғни жаңағы бүкіл денесін, басты бәрін жуғаннан кейін айтып жатқан кезде енді сіздерге ескертіп кететін нәрсе, мынаның барлығын кәдімгі дене жуғандай көкіректерін, ішін, кіндігін, әртүрлі кір нәрселер қалып қалмау үшін. Бүксе сандарын, оң жақ аяқ араларын барлығын түгел, өкшелерін түгелмен істейміз, барлығын түгел жуып шығамыз. Ең бастысы, бірінші рет жуған кезде сабынмен міндетті түрде жуасыздар. Егер де сабынмен кір кетпеген жағдайда 2 рет жуасыздар. Одан кейін әбден тазаланғаннан кейін барып, жаңағыдай толығымен жылы сумен әртүрлі майлармен не істейміз? Жаңағыдай бірінші оң жақ отырғызып, ішін сипап, іштегі ластық дүниелерді шығарып шайып, одан кейін сол жақ бетіне жуып, барлығын жуып шайып, түгел бастан аяқ шайып шығамыз. Жаңа айттым, 3 рет жуамыз кем дегенде, үшіншінде жаңағыдай толығымен шайып шығамыз осылды. Егерде 4-ші рет су құйып қоятын болсақ, онда оны қалдырмай болғаннан кейін тағы да 5-ші рет тақ сандармен 5 рет жуатын боламыз. Негізінде 3 рет жуу бізде кифая фарз болып саналады. Сондықтан мәйітті жуудағы негізгі ережелері осылай болады бізде. Кейін жуындырып біткеннен кейін барып, жаңағы таза трәпкі шүберектерді аламыз да, оның мәйіттің жаңағы денесін істейміз, жаңағыдай сүртіп шығамыз. Яғни дымқылдатып, барлық жерін жуып жаңағы болғаннан кейін құрғақ қылып бәрін түгел сүртеміз. Үстіндегі су ешқандай қалмау керек. Толығымен істейміз, сүртіп шығамыз. Одан кейін барып, мұрнына, екі құлағына, жаңағыдай немізді, матамыздың қалғаны болады ғой кішкентай. Соны әдемілеп, өзінің жаңа құлағына, мұрнына келетіндей қылып, оң жақ және сол жақ құлақтарына не істейміз, оны тығып, мұрнына, құлақтарына тығып қоямыз. Одан кейін біздің мәйітіміз жуу дайын болды. Бұдан кейін денесін кептіргеннен кейін жерге не дайындап қоямыз? Кебін дайындап қоямыз. Енді кебіндеуге келетін болсақ, бізде кебіндеуде әйел адамда 5 түрі болады. Кебіндеудің ол жаңағы ең бірінші лифафа дейді. Лифафа дегеніміз әйел адамның сыртқы орауы. Қазір бірінші үш немізді 3 жерден буындап байлайтын жаңағы жібімізді қойып аламыз бірінші. Одан кейін мына ең бірінші үлкен болып жататын бізде лифафа дейді. Лифафа дегеніміз жаңағы әйел адамды орайтын ең бірінші матасы. Яғни ақ мата болу керек, ол мәрлі болмау керек. Өйткені мәрлі ол өте жұқа, өздеріңіз білетіндей, сондықтан осындай ақ мата болу керек ең бірінші. Айтқанда 25 метр мата кетеді. 25 метр матаны
Аластар адамның бойы, яғни бір адамның бойы қанша болуы мүмкін мысалы. Ұзын адам болуы мүмкін, қысқа болуы мүмкін еді. Сондықтан 25 метр мата қажет болады. Ең бірінші мынандай жіптерді бірінші төсейсіздер. Бұл бізде бір жағы арқан, үшеу үлкені. Ал мына үш жіп, мынандай біздің үш жіп, бұл әйел адамның, яғни басынан, белінен және аяғынан оралатын үш жіп болып саналады. Осыны бірінші, ең бірінші кілемнің үстінде осыны қоямыз. Одан кейін лифафа дейді. Лифафа дегеніміз әйел адамды, яғни орайтын мата. Бұл біріншісі болып саналады. Екінші төселетін лифафа. Лифафа дегеніміз әйел адамды орайтын мата, ақ мата, осы барлығы бірге. Одан кейін изар дейді бізде. Изар дегеніміз екінші мата, ол бізде шалбар болып саналады. Үшінші қияс. Қияс деген бізде әйел адамның көйлегі. Неше болды? Үшеу болды. Қияс, лифафа, изар, шалбары. Үшінші мата бізде көйлегі. Көйлегінен кейін барып бізде, яғни орамалын төсейміз. Одан кейін барып біз не істейміз? Көйлегін төсейміз. Көйлегін төсеп болғаннан кейін барып, ең соңынан, яғни әйел адамның кеудесі мен тізесіне дейін жабылу керек, яғни шүберек, омыраудың кеудесін жабатын мата. Жаңа бірінші оралайық, қайтадан жуындырып алдық. Жуындырып, әбден үстін барлығын істедік, әртүрлі маталармен барлығын құрғатып алдық. Құрғатып алғаннан кейін барып не істейміз? Жаңа айтқандай жуындырып болып неткеннен кейін әтір себеміз. Әтірді жаңағыдай маңдайына, екі алақанына, тізесіне, табанына, яғни сәжде тиетін жерлеріміздің барлығына не істейміз? Әтір жақсы жаңағыдай иістер себеміз, майларды себеміз. Егер де қандай миск дейміз ғой, әдемі майлы нәрсе болатын болса, бірінші бисмилля деп маңдайына, одан кейін барып екі алақанына, мына жердегі манекен бізде жаңа қолдары көтеріліп тұратын болғаннан кейін алып тастадық. Сондықтан түсесіздер, екі қолының алақанына, одан кейін барып жаңағы тізелеріне және табандарына әтір себеміз. Жуындырдық, тазаландырдық, кептірдік, әтір септік. Енді ең бірінші бізде кеудешесі. Бірінші кеудешесі жабылады. Бірінші кеудешесін жабамыз. Мынаны жаймен ішіндегісін ақырын аламыз, өйткені бұны біз жуындырған кезде жаптық қой, білесіздер, мінекей. Біріншісі, одан кейін барып, екінші жағын ораймыз. Ең бірінші не істедік? Қай жерін жаптық? Кеудесін. Яғни бірінші өзінің кеудесін жабады. Одан кейін, бисмилля деп, көйлегін кигіземіз. Енді осы көйлекте бір түсіндіріп кететін дүние, көйлекте қалта, жаға, жең дейтін дүние болмау керек. Мысалы, біздің көйлегімізде жеңіміз, жағамыз, қалтамыз болады, Ал мәйіттің кебіндеу матасында, көйлегінде ешқандай жаға, жаңағыдай қалта дейтін нәрселер болмайды. Барлығы тегіс, тігістер болмайды. Одан кейін көйлегін түсіндіңіздер ғой, басын неткеннен кейін міне, көйлегі. Иығы бәрібір бөлек емес. Матаны өзінің бойымен бірдей қылып, бір-бір бетіне жабасыздар. Тек қана басының бөлшегін істейсіздер, ашып қоясыздар. Одан кейін міне басында көйлек екі иығы жабылды. Бисмилля деп жайлап не істейміз? Жабамыз. Жауып жатқан кезде қалай жауып жатыр? Астына біздің көйлегімізді, жаңа бетін жапқан матамызды не істейміз? Алып тастаймыз. Бетін жапқан матаны алып тастаймыз. Мінекей, көйлегі бізде киілді. Мәйтіміздің екінші үлгісі киілді. Бірінші кеудешегі жабылды, екінші көйлегі киілді. Көйлегі киілгеннен кейін мінекей тағы да мынаны былай ораймыз. Енді мынаяға, қолдарын, яғни қолы не істейміз? Қолын ұзынан қоямыз. Қойғаннан кейін не істейміз? Бұны жаймен осылай екі қолын қойғаннан кейін жаймен мына жердегі көйлектерін түгел жабамыз. Мінекей. Сабыр етіңіздер, қазір оған келеміз. Так, мінекей, осылай көйлегі киілді. Кигеннен кейін енді шашқа келдік. Жаңа шашын екіге қойдық, Екіге қойғаннан кейін мына шашын жайлап алып, мына кеудесіне қоямыз жай. Одан кейін мына жағаны алып, тоже не істейміз? Келес жағының шашын екіге бөлгеннен кейін барып, оң және сол жағына екі шашын алдына қарай не істейміз? Жинап былай әкеліп жатқызып қоямыз. Яғни оң жағы және сол жағы көкірегіне қарай жауып
қоямыз. Оң жағы және сол жақ көйлегін қоясыздар. Одан кейін барып орамалын тағасыздар. Үшеу кетті, міне төртіншісі. Орамалын неткен кезде міне әурет. Жаңа басын былай қойып, бисмилля деп, мынаны не істейміз, былай қарай жабамыз. Бисмилля деп. Мінекей. Аха, шашы барлығы жабылады. Осылай жабылғанай шашы, айттым я, алдына қарай көкірегіне қарай түседі, сыртынан орамалмен жаптық. Одан кейін барып, сыртындағы жаңағыдай изар дедік қой, жаңаға несі, шалбар, иә, шалбар деп айтылады енді, ер азаматтарға. Жоқ, мына ол айтылған. Енді шалбар деп келген, бірақ ол енді ер азаматтарға айтылды мекен ол жағы. Жалпы әйел адамға да осы төртінші матасы изар дейді, осылай жабылады. Міне осы кезде уже бет жабылады. Аха. Көмектесіп жүргізер, мынау кішкене маған алыста болып кетті. Аха. Жаптыңыздар, иә. Одан кейін барып ең соңғынан өзінің жаңағы мына мата негізі жаңағы ені қысқа болып қалған екен, негізі бұны ені тура осы мата сияқты, дәл осы матадағыдай ені кең болу керек. Өйткені мына жағын аударған кезде мына жағына дейін толық. Өйткені енді қалай айтсақ болады, дүниеде өткен адам ол толық адам болуы мүмкін, ол өте арық адам болуы мүмкін. Сондықтан сол дүниеде өткен адамның дене келбетіне қарай таңдайсыздар матаны. Бірақ ең бастысы осындай ақ мата болу керек. Одан кейін мінекей бірінші бисмилля деп мына жағын жаптық. Одан кейін екінші жағын жаптық. Енді мына жерде кішкене бізде аяғы көтеріліп тұрғасын жеткізгісіз болып қалды. Бірақ түсіндіңіздер ғой, иә? Бірінші оң жағына дейін аяғынан тию керек, екіншісі сол жағын орайтын боламыз. Так. Осылай орап алғаннан кейін барып, ең бірінші мінекей не істейміз? Бас жағын ораймыз. Буамыз. Бірінші бас жағын ораймыз. Міне, бұл бізде бірінші буын болады. Міне бас жағы. Бас жағын келгеннен кейін, әйел адамның алды көкірегі ашылып кетпеу үшін, екінші не істейміз? Іш жағын, яғни белін байлаймыз. Белін байлаймыз. Одан кейін барып, аяғын, мінекей, аяғының барлығын бұлай түйін дейміз. Кәдімгі мына шашты түйеміз ғой. Сол сияқты түйін деп. Осылай түйіндеп байлаймыз. Яғни біздің кебініміз осылай үш бөліктен байлану керек. Бас аяғы, белі не үшін? Өйткені әйел адамның, енді ер адам болсын, әйел адам болсын, белі матасы жаңа көтеріп жатқан кезде, тағы бір нәрседе, жаңағыдай табытқа салып жатқан кезде ыңғайсызданып, ашылып кетпеу мақсатында осыны үш жерде міндетті түрде байлауымыз керек болады. Аха, ішін, яғни іші байланады, бел іші. Одан кейін енді мына жердегі маталары, бұл енді жаңағы кілемге оралады ғой. Кілемге оралған кезде көтеріп, сосын табытқа жаңағыдай жер астына салған кезде, яғни топыраққа жерге апарып, қабірге салар кезде осы материалмен жаңағы матамен көтеретін болады. Бірақ негізгі сіздердің білу керектеріңіз, бұны енді ер азаматтар көтеріп алып кетеді, сіздер кемдеп болғаннан кейін шығып кетесіздер бөлмеден. Сіздер ең бастысы осы 5 матамен жау керек боласыздар. Аха. Қабірге осылай жатқызылады, аха. Қабірге барғанша кілемнің ішінде болады. Жаназасы оқылған кезде кілемнің ішінде болады. Одан кейін уже жаңағыдай неге мәйітке апарған кезде, яғни жер асты қойнауына жақындаған кезде, енді бұл сөз маған айту өте бір қиын болып тұр қазір. Сондықтан сол жақ түсіндіңіздер ғой жалпы, иә? Аха, сондықтан апарғаннан кейін арқарай уже ер азаматтардың құзырында болады. Біз тек ер азаматтарға дұрыс жуындырып беруіміз керек тәртібімен. Ешқандай бір ескертіп кететін нәрсе, егер де әйел адамның шашы жиналған, немесе жаңағы түскен қандай да бір шашы болатын болса, өзімен бірге осы кебімге орап жіберуге болады. Яғни ғұламалар осылай, яғни шашпен бірге кебінің ішіне салып жіберуге бір ауыздан рұқсат еткен. Сондықтан енді ары қарай ең бастысы 5 несін білу керексіздер, 5 матасын рет-ретімен жуу керексіздер. Осылай кебінденгеннен кейін
жаңағы ер азаматтар ары қарай бөлмеден шығып кеткеннен кейін енді өздері кілемге орап ары қарай жаназаға дайындап береді. Мәйіттің қасында қандай да бір нәрсе сөйлеп, күліп, әңгіме айтып, немесе қандай да бір өсек, дүнәуи дүние нәрсе айтпайды. Үндемей тұрып, бір-бірімен көзбен, ишарамен айтып түсіндіріп, сол үшін айтылады, мәйіт қайтқан кезде ең жақын адамдары қатысу керек деп. Неге? Өйткені көршімен көрші келетін болса, ол адамның қандай да бір, мысалы, аяғы қисық болып жаратылуы мүмкін, басқа болуы мүмкін. Осындай екен ғой, мындай екен ғой деп әртүрлі әңгіме кетеді. Мәйітке кірген кезде ешқандай артық сөз болмау керек. Қайта дұға айтып, жақсы сөзде болу керек. Мәйітті жуындырған кезінде астында қандай тақтайлар болады дейді. Мәйітті жуындырған кезде арнайы мешіттерде арнайы мәйітті жуатын өзінің тақтайшасы болады. Яғни ол тақтайшасы жаңағы адамға ыңғайлы болып келеді, асты шұңқырлау болып, және бас жағынан аяқ жағына дейін төмен болып келеді. Өйткені басынан аққан құйған су төмен қарай ағып кететін. Кәдімгі носилка дейді, екі жағынан ұстайтын. Тура сондай мешітте арнайы осындай жуылатын тақтайшасы болады. Арнайы тақтайдан кейін алып кебінге апаратын тақтайшасы болады. Кебіннен кейін оны кілемге ары қарай қолмен алып кетеді. Сондықтан егер де осындай тақтай, басқа дүниелері қажет болған жағдайда барлық мешіттерге барып, имамдарға жолығып сұрасаңыздар болады. Олай болса, бүгінгі семинарымды аяқтаймын. Баршаларыңызға уақыт бөліп келгендеріңізге Алла разы болсын.